жарық Эрем ТV YouTube арнасының көрермендері. Арнада аптаның ақпаратты қорытынды жаңалықтары. Жаңалық тізгінде Егамберді Жасмин және Айдынбек Алма. Алда жаңалықтарымызды көресіңдеріңіз. Мектебіміздің жыл мұғалімі аясында бірінші кезеңдік тур өткізілді. Мектебіміздің ұстаздары ауылдық мектептерге барып, іс тәжірибесімен бөлісті. 28 сәуір күні 1 мамыр Қазақстан достық күніне орай мектебімізде фестиваль өткізілді. Мектебімізде жыл мұғалімі байқауының бірінші кезеңі өткізілді. Бірінші кезең бойынша ашық сабақ өткізілді. Ашық сабақтарға НИШ мектептерінің мұғалімдері келіп қатысты. Қайырлы күн болсын ағай. Бүгін сіздің сабағыңызға неше ұстаздар келді. Сабағыңыз қандай деңгейде өтті? Сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Өте жақсы деңгейде өтті. Сабақ уақытында аяқтадық. Барлық тапсырмаларды балалар дер кезінде орындады. Тапсырмалар орта және шағын деңгей, орта және жандай күрделі деңгейлерде болды. Негізінен 2 топтық жұмыс болды. Одан кейінгі 2 жеке жұмыс жүргізілді. Балалар жақсы сабаққа қатысты. Жақсы деңгейде өтті сабақ. Сұхбатыңызға рахмет. Өткен аптада мектебіміздің бірқатар ұстаздары ауылдық мектептерге барып, өз іс тәжірибелерімен бөлісіп қайтты. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Бәпиева Раушан апай мен география пәнінің мұғалімі Әлиев Серік ағай барып келді. Енді кезекті сұхбатымызға берейік. Сәлеметсіз бе, Раушан апай? Қайырлы күн. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Раушан апай, алдында сіз ауылдық аймақтарға барып, мектептерге барып сабақ өтіпсіз. Ол оқушылар сіздің сабағыңызды қалай қабылдады? Қасымбек ауылындағы Қасымбек орта мектебіне барып, 11-ші сыныптың жаратылыстану математикалық бағытындағы оқушылармен экологиялық туризм тақырыбында сабақ өтіп келді. Жақсы. Жаратылыстану бағытындағы балалар болса да, тіл байлықтары жақсы, өз ойларын анық, еркін жеткізіп, сабаққа жақсы деген баға алып қайттық. Ой, рахмет апай, сұхбатыңызға. Мектебімізде өткізілген фестивалда мектеп директоры алғашқы болып құттықтау сөзін айтты. Бұл фестивалды ұйымдастыруға мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары мен педагог ұйымдастырушы Бейбарыс ағай және барлық сынып жетекшілері атсалысты. Фестивалда Украина, түрік, қазақ, өзбек, кәріс ұлт өкілдерінің билері биленіп, әндері шырқалды және ұлттық тағамдары таныстырылды. НИШ-тан келген мұғалімдер биология, химия, тарих, орыс тілі пән мұғалімдерінің сабағына қатысты. Ұстаздарымыз сабақтарын жақсы деңгейде алып шықты. Ендігі кезекті НИШ-тан келген мұғаліміміздің сұхбатына кезек берсек. Қайырлы күн апай, біздің мектепке қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім өте тамаша. Біздің мектепте өтіп жатқан ашық сабақтар қандай деңгейде өтті? Сіздердің мектептеріндегі жыл мұғалімі жарыс аясындағы бүгін бірінші кезеңін өткіздік. Ол кезеңде мұғалімдер ашық сабақтарын көрсетті. Мұғалімдер сабақтарына өте жоғары дайындықпен келген. Сабақтар жақсы деңгейде өтіп жатыр. Сұхбатыңызға көп рахмет. Қайырлы күн апай, көңіл-күйіңіз қалай? Қайырлы күн, бәрі жақсы. Апай, осы аптада өткен ашық сабағыңыз қандай дәрежеде өтті? Менің ойымша өте жоғарғы деңгейде өтті. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінен келген ұстаздар қатысты. Енді кері байланысты сол кісілерден алдағы уақытта еститін боламын. Менің ойымша балалардың барлығына ұнады, сабақ мақсатына толық жеттік. НИШ-тен келген апайлар сіздің ашық сабағыңызды қалай қабылдады? Енді ол кісілер нақты бір кері байланыс берген жоқ, бірақ жақсы деңгейде өтті деп бір ауыз айтып кетті. Сұхбатыңызға көп рахмет. Барша арнамыздың көрермен достарымызды 1 мамыр Қазақстан халықтарының достық күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекеге өз құттықтауларын арнаған мектебіміздің директоры, басшылары мен ұстаздарының лебіздеріне кезек берсек. Сәлеметсіз бе, құрметті Эльмира Белбековна. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай өзіңіздің жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Әрине, Қазақстан халқының бірлігі күні бәрімізге ортақ мереке. Өйткені бізде мектепте көп ұлтты оқушылар білім алуда, ұстаздарымыз бар арамызда, кіші қызметкерлеріміз бар. Сондықтан татулық, бірлік әрқашан мектепте үнемі орын алу керек. Сондықтан ең алдымен оқушыларымыз сапалы білімді болсын, ұстаздарымыз инабатты, оқушылармен тіл табысып, жақсы білім берсін. Келе жатқан мереке құтты болсын, халқымыз аман есен, жұртымыз тыныш болып, осындай ауыз бірлікте ары қарай өмір сүріп жақсы тату тәтті болайық.
3, 2. Қайырлы күн, Гүлзира Нұрейевна. Қайырлы күн, Айкөркем. Бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы. Өйткені мектебімізде бүгін бірлік күніне орай достық фестивалі жүргелі жатыр. 1 мамыр халықаралық достық күніне өзіңіздің құттықтау тілек лебізіңізді білдірсеңіз. Жақсы. Енді 1 мамыр Қазақстан халықтарының достығы, ынтымағы, бірлігі күні. Сондықтан да Қазақстан Республикасы көп ұлтты мемлекет. Бірақ та біз Қазақстанда тұрып жатқан барлық этностармен бірге бірлікте, ынтымақта өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да барша жұртшылықты 1 мамыр халықтар достығы, бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Егер де біз барлығымыз достықта, ынтымақта болатын болсақ, біздің тәуелсіздігіміз мәңгілік болады деп айтамын. Енді жас ұрпақтар, сендерге айтатыным, барлықтарың бір шаңырақ астында осы біздің ата-бабамыздан келе жатқан бірлікті, ынтымақты сақтаңыздар деп тілек айтқым келеді. Аспанымыз ашық болсын, ұрпақтарымыз бақытты болсын дегім келеді. Рахмет. Сәлеметсіз бе Ақжарқын апа, көңіл күйіңіз, қалыңыз қалай? Сәлеметсің бе Жанар? Бүгінгі көңіл күйім өте керемет. Бүгінгі мектептегі атмосфераның өзі адамға жағымды көңіл күй сыйлайтындай болып тұр. Апай, сізді келе жеткен мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жанар, бұл мереке тек біздің қазақтарға ғана емес, біздің Қазақстанда өмір сүретін барлық ұлттарға да қатысты. Бұл біздің қазақ елінің бірлігін, берекесін, молшылығын көрсететін мереке. Бұл мерекені шын жүректен барлық қазақстандықтарды осы мерекемен құттықтаймын. Рахмет апай, сұхбатыңызға өте керемет болды. Қайырлы күн апай, сізді келе жатқан достық күнімен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, береке өздеріңе де құтты болсын. Біздің мектепте әрбір өлті өкілінің оқушылары оқиды, балалары оқиды. Сіздің солардың достығына деген көзқарасыңыз, бір-біріне деген сыйластығының көзқарасыңыз қандай? Дұрыс, сыныпта әртүрлі ұлт өкілдері бір анадан туғандай, бір үйдің балаларындай болып, достықпен, сыйластықпен оқып жүр. Олардың арасында ұлт бөлу деген, басқа деген мәселе жоқ. Бәрі дос, бір-біріне бауыр. Барлық ұлт өкілдерін мынау 1 мамыр достық күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Балаларымыз аман болсын, тату тәтті болсын, тәуелсіз еліміздің болашағы берік болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Қадірменді көрермен достар, біздің әрбір шығарылымызды қолдап, лайк басып, таратып жатқан әрбір жақсы жанға алғысымызды білдіреміз. Мектебіміздің осы YouTube анасының жұмысын жүргізіп отырған әрбір тілші, оператор, оқушылардың еңбегін елеп, бағалап, жалғастырып қолдау көрсете кетіңіздер. Лайктарыңызды аямаңыздар, тіркеліңіздер, таратыңыздар. Сіздердің әрбір қарамдарыңыз біз үшін үлкен шабыт болмақ. Келесі хабарымызда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.